Қауында қарбызбен қатар жаз кезінде Қазақстанның барлық аумақтарында кеңінен сатылатын жемістердің бірі. Бүгінгі видеода мен сіздерге қауын жеудің адам ағзасына қандай пайда әкелетіндігін айтатын боламын. Көздің көру қабілетін сыртқы әсерлерден қорғайды. Қауын құрамындағы зеаксантин, лютеин, каротиноид жасы ұлғайған адамдарда болатын көздің қатайып көру қабілетінің нашарлауының алдын алады және күн сәулесінен көзге тиетін зиянды әсерлерден қорғайды. А витамині көру қабілетін жақсартады. Ағзаға қажетті су мөлшерімен қамтамасыз етеді. Жаз кезінде адам көбірек теритіні себепті көп су ішу қажеттілігі туындайды. Дегенмен судың қажет мөлшерін адам әркез сезіне бермейді. Ағзада су жеткілікті болмаған жағдайда жүрекке ауыр жүк түсіп қан айналдыру үшін көп жұмыс істейді. Ал күн сайын қауын жеу күнделікті ішетін судан басқа адам ағзасының қажетті су мөлшерімен толығуына оң әсер етеді. Бұл ас қорыту мен бүйрек және қан айналу жұмыстарын жақсартады. Иммунитетті күшейтеді. Қауын құрамында өте көп С витамині бар. Ол ағзаның иммундық жүйесін күшейтіп, әртүрлі ауруларға қарсы тұруына көмектеседі. Және С витаминде кездесетін коллаген белок түзілуіне әсер етіп, ол адам терісінің сау болуына себеп болады. Тазалау қасиетіне ие. Қауын жегеннен бастап сіздің ішегіңіз, қуық бауырдағы зиянды токсиндер сыртқа шығарылады. Никотин қышқылы ол мида қан айналуды жақсартып, қанды сұйылтады. Ол өз кезегінде инсульт, инфаркт ауруларын алдын алады. Қауын тек тәтті жеміс қана емес, өте пайдалы және қолжетімді жемістердің бірі. Оны күнделікті жеу адам ағзасына өте тиімді әсер береді.